егер де бір құрметсіздік танытып жатқан болсам білместікпен кешірмедім. Мына итті қарасайшы. Айтсай? Сөйледі ау ұялма. Айт. Мен. Айтты қой. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз анау ауыз ленгірден осындай бір керемет Ахмет деген үңгірге түстік. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін мен сол күннің ыстығында жолға шыққаным бір. Қазір Арыс қаласында тұрмын. Осы отпускын пайдаланып бір-екі өзіме бір қызық болып жүрген жерлерге кіріп шығайыншы дегенім ғой. Бүгінше бір 2 маршрут тұр. Соның бірінші біреуіне, екіншісіне үлгеріп жатсам, екіншісіне барамын. Құдай қаласа, оны жол жөнекей көресіздер қазір. Мынау енді Арыстың мақтанышы ғой енді бұл. Пойыз темір жолдың белгісі. Жалпы Арыс қаласы темір жолдан пайда болған ғой енді. Арыстың символы темір жол болып саналады, сондықтан мына Дендер саябақтың алдына осыны қойып қойған үкімет. Ал біздің тақырыпқа қайтып оралатын болсақ, Ақмешіт деген жерге барсам ба деп жатырмын. Бұрыннан өзім арман емес енді, прям бір көріш, бір қызық болып жүреді маған сол жер. Видеолардан көріп қаламын, әдемі болады. Сол дронымды алып бір кішігірім сияқтан бір кадрлар алып бір влог түсіріп қайтайын деген оймен. Енді мұғалім отпускыда не істейді? Огороды бар болса огородмен айналысады, малы бар болса малмен айналысады. Оның екеуі де жоқ болса, осы сияқты мен сияқты қиялдап шығады ары бері көлігіне мініп алып. Сол енді, Құдай қаласа жол ашық болсын. Кеттік онда бісміллә деп. Кетіп барадық жайлап, Құдай қаласа деп. Картаны қосып алғанбыз енді. Алдын бармаған ғой енді, ынталы дейді ғой. Алдын бармаған объект. Соны енді жайлап кетіп барадық. О, крутой поворот дейсің. Driving. О, аташық. Братан тұр мұн ерді. Әдемі екендер кәдімгі. Франция сияқты ма? Француи, шляпс как раз темаға келіп тұрды. Француи, Франсуа болып тұр. Бұл жерлерге біз кішкене керек, көп келе бермейтін жолдар бар, маршруттар ше. Сразу Шымкентке барамыз ғой, біз тірліктердің бар Шымкентте бар. Әдеттегі жолмен басамыз. Әуенде солға қарап кеткен екен. Көз үйреншіксіз болып тұрады екен ғой, сәл-сәл жоғыз. Алдын келгенбіз ғой бірақ. Күнделікті жүрмейтін жол бәрі де адамды. Интересно болады екен, маршрутты ше. Сәп жүре бересің, кете бересің. Әдем кетесің. Ешкіммен жұмысың жоқ, короче. Камера на 60. 500 метров. Ага. Камеру в спину. Все, понял, спасибо. Кетіп баратыр енді дейсті. Енді барлық маршрут түсірмеймін ғой. Дальше кетіп баратыр. Камера в спину болып тұр енді. Жайлап алысып өтеміз. Штрафқа түспейміз. Вы в зоне действия радара. Камера в спину. Қойшы қалсын. Артық ақша түспей жүресің осылай. Контракант қосып аласың. Хитрый болғандық қой жайлап бізде. Өміріміз... Қоймайды екіз. Өмірімізді алдаймай жатыр уже. Алданып бітті қойшы бізде. Темірланмен кетіп барадық, жайлап жүре берейік. Ұзатындар оза берсін. Бір өзім шықтым бұл жол ше. Қойшы, ешкімнің мазасына. Жүріш тамыр жүрішті анаға айтасын. Бәрі қазір жазда көбісінің қолы бос емес қой. Огород егетіні бар, дабылс қауын дейді сияқты. Әрінің өзінің отбасының тірліктері бар. Серік болыш деп айтайын десең ұяласың ше қазір. Так кете береміз, бір өзіміз. Одиночка болып кете бермесем. Ондай автодомдар. Андай сәл американский стильде нелер тұр ғой. Ранчо ма, не? Сонда тұр ғой. Темірлан бітті уже. Дальше кеттік онда, давайте. Мини Америка болайық та, нерден көп.
вдохновлять еткен нелер ғой, кімдер ғой, американский блогерлер ғой, осындай маршрутқа шығады ғой өзінің машиналарымен. Осындай жерлерді түсіреді да. Мен де солардан вдохновление алып жатырмын ғой айтқанда. Әйдібек ауданы кіріп келе жатырмыз. Осы ауданда ғой біздің объект. Білмеймін қаяқта жүргенім бар ғой. Мына бір мектептен өтіп бара жатырмын. Боже мой, где же я? Кетіп бара жатырмын әйтеуір. Туристің айтуымен. Жетіп қалармын қазір. Америка болып жатыр ғой, Америка. Америкада осындай тікелей жол бар ғой, білесіздер ғой. Соған сәл ұқсап тұр ғой мынау. Мешіт әулие дейді, бұл жерде оңға бұрылады екенбіз. Кәдімгі серпантин жолдармен келе жатырмын. Қолымызды ұйлап келеді екен. Адам бар ма екен жоқ қой. Біз енді сыймаймыз ғой әулие деген нәрселерге. Оларға Алла тағала разы болсын. Өмірде жақсы адамдар болған шығар, әулиелер жалпы ше. Бірақ олар ешқандай адам сыюға лайықты емес, сыйынуға лайықты емес. Бізде тек қана туристік мақсатта. О, келдік. Келдік уже. Машина қойып қойдым. Арай кіріп көрейін жайлап, бісмилля деп. Мына кісілер туристер екен, өзбек кісілер едім. Кеттік онда, бісмилля деп. Қай жақтан барамыз? Мынау дұрыс ау, Осы жолмен жүрейік екен бірінші. Айналамандай. Осындай вид. Ана кісілер қайда кетті деген уақытта бір нәрсе бар ма екен, Көру керек, сәлден кейін. Менің басты мақсатым осының іші болып тұрмын. Үңгір, пещера. Мен андай нелер жақсы көремін оны. Контент көргенде өзіммен. Әнесе көреміз ғой, ютубтан көресің. Мен основном ютубқа кірген кезде шетелдік каналдарды көрем. Үңгір аралайтындар бар ғой, айтқанда. Сондайлар көремін мен. Жақсы көремін сондай теманы. Өзім ағылшынша білетін болғаннан кейін шетелдік көре бересің. Мынандай тастар. Жағдай жасап қойған дерім, және адамдар кіріп шығуында ше. Четкий ұқсап қойды. Зор екен кәдімгідей. Ішіне атмосферасы бөлек та. Видеодан көргенде енді. Білмеймін, қазір өмірде қандай болады көреміз ғой. Ощущениесі қандай болады. Ал онда кіріп келе жатыр жайлап. Тағы туристер жүрген. Оларды түсірмей-ақ қастарынан өтіп кеттім да. Ал көрдік, бісмилля.
адамдардан қорқпайды мына қарғалар. Адам басына өтіп бара жатыр бір қара. Әдетте қарғалар адам көрсе ұша береді біздің ауылда. Адам басын төбесінен ұшып бара жатса адамдарға үйреніп қалған екен қарғалар. Vay bölüğüne baksana. Gidip sevimsin ben şey ettim. Қауіпсіздік үшін қауіпсіздік каскасын киіп алыңыз дейді. Наденьте каску безопасности. Please be aware of wearing a safety helmet. Бүгін сезон емес ау деймін жалпы. Адам жақта. Бұл жағынан маған жақсы ол. Салқын деген бәрінше. Естіліп жатырмын өзімнің даусымды қарғалардан. Іші салқын деген. Әдейі ұйықтайтын жер екен. Рахаттанып жеп жататын жер екен. Мына жер тапжан бар екен. Тапжанда бір кісі жатыр. Ол жерде қарауыл майлы құрамда ұстап жүретін. Молдан осындай шығар. Шырақшы деп қояды. Ешкімде шығар. Мен кісінің мазасын алмайық. Құранды өзімізде бақыштай аламыз. Так что, мықты көріп шығайық. Вау, прям же. Вау, кәдімгі. Вау эффект бар кәдімгіше. Кеттік онда былай қарап. Ана кісіні оятып жүрмейді деп жай сөйлеп жатырмын маған. Ұқтап жатқанбыз. Кайфын ұстап ұқтап жатқан сияқты. Әншісіне, түсірме деп жүріп көрмесінде бардым да. Әбден түсіріп алайық деген ол кісімен жолығамыз. Қорқынышты бір жағынан. Аурасы бар ма білмесе. Мусор тастап деген өкінішке қарай. Құлап қалатын сияқты ма. Ойбай. Сонша ыстықтап келген кондерім істемей қалды айтпақшы мен қайттан. Соны жол жөнекей көрсетемін ғой. Сол ыстықтап келгенім
Мен арзып жатыр. Мына жер салқындығы да тоғы рахат екен. Кроватыға қойып ұйықтасаң, су тамам. Яқа жүруге болмасам да. Атта болмайым бола ма? Бұл ашық бар екен. Ана братан тұрып кетпей тұрғанда көріп түсіріп алайық. Мынау не екен? Шыны керек бұл туралы ақпараттарды кейінірек іздемем. Мен алдын ала ақпарат ізденбедім, себебі маған өзім үшін бір просто интрига болсын дедім да. Бәрін біліп көрмей қойсам дедім. Так что кейін монтажы барысында дыбыстап қоса саламын ақпараттарды. Жылан да жоқ, басқа да жоқ. Егер де бір құрметсіздік танытып жатқан болсам, білместікпін, кешірмедім. Енді Ақмешіт әулие деп болған, бірақ не әулие, кім болған, кейін зерттей береміз. Құрметті таңдайық. Атпандай қаншадан кейде кетіп қойған ғой енді. Ескен шығайық. Мына битті қарасашы. Гон-гон деген берген қоясың болған сияқты. Төбеден су тамамады. Яқты бір білген. Zor ekan. Kameraмен негіз эффект бәрібір де 100% бермейді ғой. Көзбен көрсең басқаша екен. Қарғалар тынбайды ғой, ауыздар. Кішкентай ғана. Короче, бұл жердің егесі ағамен жолықтым, амандастым. Енді камера түсірмей қойсал деп өтініш жасаған екен. Ол дағы деп түсінемін. Түсінемін ғой дедім, қойдым. Біраз оқиғасын айтып берді, біраз өлеңін айтып берді. Ақмолда деген кісі болған екен ғой, соның осы жерде жатыр екен ғой, сол кісі. Жайлап ақпарат жинап жатырмыз. Адамдар түсірмей қойсайық. Өткенде бір оқиға болды дейді. Бір кісі үстіне ұқсап түсіріп жүрген ғой дейді. Мына адамдар келеді деп бір адам түсіріп қойды. Әйел заты болса керек. Неге түсіресің мені деп айқайлап кетті дейді. Ананың телефонын жұлып алып келіп жерге бір ұрып дейді ғой. Так что абайлы адамдар түсірген кезде неше түрлі адамдар келеді дейді. Мақұл дедім мен.
үнсіз сүре берейін ба? Ештеңке айтпай-ақ. Мыжымай-ақ қояйын ба? Красный линияға өтпей қойсаңдар деп едім. Бұл жерде жатыр деді да. Үстін басы болмайды ғой, өлген адам жатқан жерін. Зор екен. Аурасы бар сияқты маған. Жатықпайтын жерге өтіріңізде ше, президент айтқан. Қойып қойын. Ана барып қойдың, ә? Біледі әмінші. Ұшып көттім бе еді. Ұшып банаға барым біледі. Сағымыз сұрт. Енді мен өзімде Ассамблер каналым бар. Сол каналға кішкене видео түсіріп алайын. Мына вершинаға шықтым енді. Аяқта жатқан болса, значит, бұл жерден емес қой. Төбеден құлап вершина болған шығар. Дөң болған шығар. Адамдар келіп жатыр желап. Айтпақшы, мен каналым осындай осы тәрізді контенттер жиі салынып тұратын болады. Так что тек қана ауыл лайф тақырыбында ғана емес, жалпы осы Қазақстанның қызықты жерлерін, қызықты осындай кешенелер, объектілер, заброшкалар, сондай бір көптеген сондай нысаналар бар ғой, қызықты болатын контенттер. Сондай видео көп түсірейін деп жатырмын. Сондықтан ауыл лайф, ауыл өмірі контентімен плавно тревел блогқа айналдырып жіберемін ғой деймін саналды. Прогресстер ғой. Ауылда тек қана ауылдың тіршілігі қызықмай қалатын сияқты менің ойымша. Осындай контент көп сап тұрсам қалай қарайсыздар? Мықты туристер толып жүр, бала шағасымен жақындап түсіруге енді. Кішкентай балаларды түсіруге болса ұяласың. Ауасы таза бірақ ше. Алдыға бас енді. Алдыға. Нұрланды ұшырып жатыр мына балалар. Қызықты бар, ойыншық балалар бар ғой. Осындай болып тұр еді. Ұнады маған мына жер ше. Мощный екенді кәдімгідей. Адамдар кетіп жатыр. Қытайлармен де сұхбаттастым біраз. Ана кепкідегі брат кетіп жатыр ғой. Түсіріп көрмедім. Өзбек па жігіт екен. Дроннан жақсы алады екен, өзі зоолог екен, біраз аңдарды түсіреді екен. Солармен біраз сұхбаттасып қалдық, әңгімелесіп. Мына балалар қазір түсіріп жатыр. В общем, смелость пайда болды. Маған несі болып кетті ғой. Жүргелі бері ше. Мощный жер екен бұл айтқанда. Атмосферасы мощный жер екен. Маған ұнады. Сөздің қысқасы бар ғой айтқанда. Дронды ұшып біраз кадрлар алдық. Мен сыртында түсірем. Болмаса. Қытайлар ағылшынша біледі екен. Біраз әңгіме жібергесің ғой. Біраз қытайлармен. Негізі видеоның настройкасын дұрыс істемейді екен ғой мен. Жаңа бірақ өзім құрлап берді да. Андайын мынандай қыласың, мындай қыласың деп. Басқаша болып қалды видео кәдімгі. Насыщенный болып қалды ма? Сонымен түсіріп жатырмын балдар. Айтсай? Сөйледі ау ұялма. Айт. Мен Абу Насыр Ақжолұлы. Мен тұрайын. Тұр, анер тұр айт.
Assalamualaikum dostlar. Bugün biz Ağız Lengirden osunda bir Kelebek Ahmet деген үңгірге түстік. Естендер burada. Тұрын. Естендер dur. Ya. Ана яқтардан. Тұрындайсы. Ана нәрсеге бірінші тұрып тастады. Одан кейін осақтақты. Андай. Құран оқытып. Көшірді бұл өтіп. Onken drone uçurduk. Papa şakaladı da drone sürdük. Bozuk bol top şey yaptı. Dayı geldi. Odan keyin ana sırt ısıttı. Ha, seyirleyimiz onu bağlarında. Түскен мен бірінші түскен кез жаман қатты қорықтым ғой. Аяқ барсаң сый. Ана аяқты. Bir kadar alalım mı? Assalamualaikum dostlar. Assalamualaikum dostlar. Ne de biz Lengirden aşağı gelip ben Ahmet деген үңгірге geldim. Ben ana ayaklarga tas soqtık. Papa şakırıldım ya. Qaran oqtın. Drone aydadı. Mine qarаңыз. Қараңыздар. Қартесем. Міне яқты жаңғырға мықты кен. Точно айтам. Міне қара. Ей. Мына қандай? 1860. Қан? 1860. Менде жақсы да? Қандай кезің? DJI деген. DJI қылашанда ғой. DJI ма? DJI. Надо DJI саған. Достар. Аяқ. Мынанда жерде жүрем. Бәріне айналып жүрем ба? Алына біраз кездейсоқ таныс достармен біраз көңіл көтеріп тұрған шырды балдар. Онда бізді қайтайық. Сырттан бір кадр аламыз да соны қайтамыз. Мына жақта әдет бойынша адамдар келіп құрандарын бағыштан. Болыпты балдар, сау болыңдар, аман болыңдар. Болып тұрады. Бірге шығамыз ғой. Аржа төбе кәдімгі. Төбеден бір кадр аламын мен тағы дронмен ше. Мощный болады. Зор болды, зор болды. Жаңа туристер келе жатыр. Ал ондай болатын болса келесі объектіге кетеміз. Ақмешіт үңгірі Қазақстанның оңтүстік бөлігінде орналасқан көрнекті орындардың бірі. Түркістан облысы Бәйдібек ауданындағы табиғи үңгір көптеген туристер мен зерттеушілердің қызығушылығын тудырады. Геологиялық ерекшеліктері жергілікті геологиялық процестердің нәтижесінде пайда болған ерекше орынның ішкі құрылымы мен пішіні табиғаттың керемет туындысы ретінде танылған. Жалпы ұзындығы 254 метр, ені 65, биіктігі 25 метрге дейін жетеді. Ақтас жыныстарынан қалыптасқан үңгір жер асты суларының әсерінен пайда болған. Жарқабақ саңлауларынан мезгіл-мезгіл су тамып тұрады. Ішінен қарағанда ернеуі киіз үйдің шаңырағы секілді көрінеді. Атауының шығу тарихы. Ақмешіт үңгірінің атауы оның ішіндегі ақшыл түсті ақтас қабаттарына байланысты қойылған. Ақмешіт, ақшыл мешіт деп аталып кеткен. Неге мешіт? Бұл сұрақтың жауабы халық арасында танылған бір аңызға әкелетіндей. Ол аңыз Есіркеп батыр туралы. Бір күні Есіркеп батыр қалмаққа қарсы жорыққа шығады. Сол кезде кенеттен нөсер жауып кетеді. 10 мыңнан астам сарбаз пана іздеп осы үңгірге түседі де таңғы намазға жығылады. Атауы жоқ үңгірді жауынгерлердің бірі батырдың есімімен атауға ұсыныс тастайды. Алайда Есіркеп батыр бұл ұсынысқа қарсы келеді. Және де уақыт өте келе бұл намаз оқылған жер Ақмешіт деп аталып кеткен болса керек. Тарихи маңызы. Ақмешіт үңгірі ежелгі уақыттан ақ белгілі болған. Үңгірдің ішінде археологиялық қазбалар жүргізілген. Нәтижесінде мұнда ежелгі адамдардың мекендегенін растайтын жәдігерлер табылған. Бұл жер көне заманнан бері адамдардың паналау орны болғанын көрсетеді. Туристік тартымдылығы. Үңгірге жыл сайын көптеген туристер келеді. Мұнда олар керемет көрінісін тамашалап қана қоймай, ішкі құрылымын зерттеуге мүмкіндік алады. Салқын әрі таза ауа, әсіресе жазғы уақытта адамды сергітуге жақсы әсер етеді. Табиғи сұлулық.
үңгірдің ішінде ақтас қабаттары, сталактиттер мен сталагмиттер табиғи сұлулықты бейнелейді. Жарық сәуле мен көлеңкелер оның көркемділігін арттыра түседі. Ал ондай болатын болса, келесі бір объектіге өтеміз. Бұл видеоны осымен аяқтайық ондай. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.